Assalomu alaykum. Uchrashuv qatnashchilari men o'zim tanishib o'tsam shu жаңағыlar ауыл қаралас жиындар бекітілген агроbank тарапынан ішінде мұрабби боламын, мақала банкері. Şu ауылда қаралас жиындар жұмыстыларды өзін банк қылған шахстарға өзіміздің банк тарапынан беріліп жатқан mahsulotlар бойынша таныстырып өтпекшімен біріншіден өзін банк қылған шахстар бойынша бірінші 5 миллионға шейін берілетін кредитіміз бар. Бизнеске бірінші қажет деген. Жүдә қолайлы өзін банк қылып арзан 5 миллионға неғылым мүмкін адам қаранда шылықпен шуланама дегенге, тәуелсіздікпен шуланама дегендерге әртүрлі өзін банк қылған шахстарға беріледі. Қандалашылық бойынша пешкелерді алып жүдә арзандау бар. Тігін машиналар 3 миллион бірінші қадаммен бастау үшін. Бұл қолайлы өздеріне. Ondan кейін 17 миллионға шейін берілетін кредиттеріміз бар. Бизнеске көмек деген. Оның проценттері ер адам үшін 23%, әйел адам үшін 25%, әйел адам үшін 23% беріледі. 4 жылға 48 айға беріледі. Ondan кейін мақала дайхасы деген 50 миллионға шейін беріледі. Бұлан сондай 23-25% ер адам болса, өзі банк қылған шахстар. Жұмыссыз адамдар болу керек та. Кемінде 2 ай жұмыссыз болған болса. Жұмыс істейтін адамдар олар бюджетте істейтін дайыншылықта істейтін адамдар үшін оның өзінің кредиттері бар. Арзан кредит деген бар, онлайн кредиттері бар. Арзан кредит деген жүдә қолайлы кредит ол екінші шартта, екінші банкіде кредитіңіз болса, мәселен 30%-тен алып қойған болса, нақты кредиттері бар, соларды жауап беретін кредит та ол. Mesela 50 milyon, 60 milyon, 70, 80 doğan şeyin verebilir. Anam arzan kreditin prosenti 28%. Amanatın türleri var. Kepilmeyin verir. Ücretli 20 gün alsak işi kepil olur. Ek kepildi. Yüzde жақсы, айлық жақсы не болатын болса, бір кепілden болады. 6 milyon, 7 milyon алып жатқан. Доход күшті болған жағдай. Мәселе өзіңізді қызықтан сорлау болса, энергиядан сорлау болса, бере берсеңіз болады. Тартым бастан. Аманаттарымыз бар қойылып жатқан. Адамдар көп аманатты қойып жатыр, үйреніп жатыр. Неше бердік бұл? 21%. Әртүрлі түрлері бар. Долларда қойылатын бар. Аманат түрлері да. Долларда болса, долларда проценттері бәрі бірдей болады. Көбінесе адамдар аманатты қойып бастауы. Процент қосып, айланып үстіне уақыт қосып көбейтіп барады. Жаңағы, мысалы үшін, кепіл болсақ 50 миллион адам бар. Біреу құрдасын не қылып та, кепіл болып беріледі. Біз аяқтан тартып аламыз ба? Енді бар ол уақытында төлеп тұрған болса, не тұрған болса тартпайды. Төлемесе алып қалу мүмкін. Кепілге не болады, тағамдарды өзгертіп, не болады, февраль, март айынан бастап, мұны тартып жатқан. Мұнан кейін кепіл болатын болса, бұрын кредит алған болса, уақытында кредит төлеп тұрған болса, еш болған еш жоқ. Ала жақ болсам ба? Тартып алатын алмайтын жоқ. Тартпайды деген сені тартпай қойды. Оған сен де асыл. Сұрағыңыз бар ма? Рахмет.